Қазақтың ырым тиымдары. Қазақ баланы санамайды және санын айтпайды. Қалжа жемеген әйелдің баласы ынжық, болбыр, икемсіз болып өседі. Баланы бесікке саларда ешкім сөйлемейді. Егер біреу сөйлеп қойса, бала жылауық, өскенде өсекші болады. Сәби шалқасынан жатып, башпайын тістесе, оны үйірін шақырып жатыр деп ырымдайды. Яғни, оның соңынан тағы бір бала келеді деген ұғым бар. Сәбидің қырқынан шыққанда, қарын шашын алмаса, қарғысы қатты болады. Балаға қарғыс өтпеу үшін, оны 3 кемпірдің бұтынан өткізіп алады. Үйге кіріп келе жатқан бала есік алдында құлап қалса, үйге береке, арыс, байлық келеді. Оны төрге апарып, 3 рет аунатады. Сәби шалқасынан жатып ұйықтаса, елге белгілі азамат болып өседі. Бүк түсіп ұйықтаса, уайымшыл, жігерсіз болып шығады. Ет бетімен жатып ұйықтаса, ойшыл болады. Балаға асық етін мүжітпейді. 6 жыл аш болсаң да, асық етін мүжіме деген бар. Бойы өспей қалады деп, жас балаға бұғана ұстатпайды. Қыздың басына ақ, қара орамал тақпайды. Ақ жаулықтың қара қайғының белгісі. Есіктің тұтқасын жуған сумен көз түйген баланың бетін, 2 алақанын, 2 табанын жуса, тәуір болып кетеді. Қалы үлкейіп кетпесін деп, қалымен туған балаға Қалдыгүл, Қалдыбай деп ат қояды. Әйел итке тас лақтырса, үйдің ырысы кетеді. Әйелдің бағы қайтады. Аты сүріншек болады деп, балаға төстің сүріншегін жегізбейді. Жеңілтек болады деп, қыз баланы қырқынан ерте шығармайды. Келін атасы мен енесінің төсегіне отырмайды. Толғағы қатты болады деп, 2 қабат келіншекке толарсақ жегізбейді. Жас босанған әйел 40 күнге дейін қолын суық суға малса, баласы тас бауыр болады. Бөбек мезгілінде еңбектемесе, оның бауырынан тағам толы табақ өткізеді. Сонда тез еңбектеп кетеді. Сәбидің тілі мезгілінде шықпаса, нағашысының үйіне апарып, бір қойды сойдырып, соның көтеншегімен буындырады. Тағы қандай ырымдарды білесіз? Жаза кетіңіздер.